Сәлеметсіздер ме достар, бүгінге біздер қатал тағдыр сериясының екінші бөлімін бастайтын боламыз. Неге іскен ауысқан десеңіздер, айта кетейін. Менің аккаунтым өзгеріп кетті. Байқамай бірдеңен басып жіберіп едім, содан өзгерді. Әйтпесе Бурхевенде түрлер өзгермей солай қалып қалушы еді ғой. Менде Бутерл 885 болып еді ғой. Қазір қараңыздар, міне жақындатып қаратайын. Менде қазір Бутерл 88551 болды. Егер менімен ойнайтын оқырмандарым болса, осы аккаунтымды жазып алып, поиск деген анандай іздейтін бар ғой Robloxта. Содан жазып алып ойнасаңыздар болады. Міндетті түрде сіздермен ойнайтын боламын. Ал енді ойынды жалғастырайық. Қай жеріне келдік, сол жерінен. Мені жұмыстан шығарып жіберді. Енді ақшаны қалай табамын? Мүмкін ана жердегі моделист болып жұмыс істеп аламын. Жоқ. Мүмкін шаштараз болармын. Мені бірақ ешкім алмайды ғой жұмысқа. Кім алар дейсің мендей қызды? Дұрыс бола алмаймын да шашып алдым ғой өткен жолы. Тамақтарды, пиццерияды шашып алдым. Соған. Еще онда бастықтар мені кінәлай береді. Мені кінәламайтын бір жұмыс бар ма, жоқ па білмеймін. Жұмыс бар болса екен, мені кінәламайтын бір жақсы жұмыс табылса екен, отырып ойланып алмасам, шашып кетті ғой аяғым. Осы дүкенге жұмыс істейінші, бірінші дүкенге жұмыс істейтін хатымды алып алайын. Содан соң жұмыс істеуге кірісем ғой. Дүкенде жұмыс істеп көрмеппін, тек ана пиццерия ма, атын да білмейді екен ол жұмыстың. Бургерлер тұрады ғой. Пиццерия дей береді екен. Көбісі айтады маған, бұл пиццерия емес, бургер ғой дейді. Дедім, сосын жарайды дедім. Міне дүкенге орналасып алдым, қарным деген ашып тұр. Чипсилар жейін десем, жеуге рұқсат емес қой маған. Еще сатушымын. Бірақ мынандай рұқсат бар екен, өзі сатушы сатып алып жесе болады деп. Бірақ менің ақшамды жоқ сатып алатын. Әлі де адам жоқ қой. Бір адам келмеді. Мұнда көкөністердің, заттардың бағаларын қарап тұрмасам, көп зат бар екен ғой, мұнда миллион. Так. Мұнда күшті заттар бар. Деректерін біліп алмасам қанша тұратын. 1 сағат өтті, әлі қарап тұрмын. Қымбат екен заттар. Анда бір қызы келді. Ханым, тоқтаңыз. Бізден азық-түлік алсаңызшы, ханым. Дүкеннен. Олар квартира ма? Бізде квартираға келіпті ғой. Квартираға келіпті. Жарайды, мен қайтайыншы, түн болды ғой. Кешкі 6 болыпты. 6:30 болыпты ғой. Ана біздің сағаттарда тұрады ана жерде 6:30 деп. Телефонда бермейді екен дүкеншілер. Жарайды, өзімнің бұрынғы өз ұрлаған ақшама сатып алған желікпен әлі жүрмін ғой. Сол күнгі ұрлаған ақшамды ешқашан ұмытпаймын. Бұл менің кінәм. Әлі де жетістіктерге жетпедім. Не істеймін енді? Достар, шын өмірде ақша ұрламаңыздар, Бұл жай Бурхевен ғой. Соған. Жарайды, қонақ үйім қайда? Анда екен ғой. Отель. Қонақ үй. Квартира ғой. Ата-анам осында алып келген, мен әлі тұрып жүрмін ғой. Қазір 19-дамын. 15 жыл бойы ата-анам мені тастап кетті 4 жасымнан.
Эх, тезірек жетпешім. Аяғымды талып кетті ғой. Менің квартирам номері 1-ші үй емес пе? Үйімде емес, квартира ғой, кәдімгі өзімнің. Эх, түсейін ал, үйге кірейін. Опа, түстім. Эх, дүкенге ешкім келмеді, бастықтар ұрыспай ма екен? Жатып тынығып алмасам, айтпақшы, бұрын ата-анамның сейфін көріп қалып едім ғой. Мен тастайын деп жатқанда ақша салып кеткен. Сейфті іздейін онда. Қайда сейф? Сейфтің қайда екенін де білмеймін ғой өзім. Мүмкін ваннада шығар, ваннаға барайын. Ал түсіп алайын ба ваннаға? Жоқ. Тағы да састың деп айтады бір кісілер. Көршілерім. Састың флойдит. Дәрісханаға отырады. Мұнда сейф тұр ғой. Менің сейфім бар. Жоқ, ата-анам қалдырған сейф екен ғой. Менікі деп жатырмын. Бірінші дәрісханаға отырып алайын. Ішім-ай. Кешіріңіздер. Ал мұнда қанша теңге бар? Мұнда 1 миллионнан асқан ақша бар ғой. Мен кеттім, болды, жұмыстарымды тастаймын. Бұған өте қымбат үйлерді сатып аламын. Алақай. Енді өз қалаған оқу орныма да бара алам. Енді мен квартирада тұрмаймын. Бай үйде тұрам. Алақай. Енді үйді мен алмайтын болдым деп айтамын бастықтарға үйдің. Так, тез бармасам, аяғымды талып кетті ғой. Енді өзіме жаңа машина алам. Велосипедпен жүрмеймін. Ал үйді бастырттым деп айту керек маған. Үйді бастырттым қас. Қайда ана кісілер? Ақшасын төлей салайын, төлемей бедім ғой. Ал төлеп кеттім. Ал алақай, мен үйім енді бай үй болады, квартира болмайды менде, алақай. Осылай бала құсап қуанғаныма не жетсін? 19 жаста болсам да қуана берем ғой. Әзірше өзім мотоцикл сатып алдым. Биыл машина сатып алам. Көбісі осындай мотоцикл сатып алады ғой. Негізі айдап білмеймін, бірақ велосипедті айдағандай осы да оңай екен. Велосипед ең басында 4 жасымда қиын болған. Жарайды. Мен мотоцикл айдау білмесем де, велосипедтен үйрендім ғой. Велосипед айдап үйренсеңіздер, бәрін үйренесіздер ғой. Осы жерден үй алайын. Өте керемет. Мыналар қандай үй салған? Кішкене жаман көрінеді екен үйлері. Жасыл үй бар екен. Анда бай үй бар екен. Үй бос емес ау мына районда. Толтырып алған. Байлар ғой. Бәрі. Жасылға бояп алыпты үйі. Жараспайды негізі бұларға. Жасыл үй. Ойбай, нағыз қағаз жаздадым ғой. Ойбай, қыз Артур. Мен енді ешкімге ханым демейм. Ойбай, Артур. Қуанып жатырым. Қазір ана қызды қақып кетсем, вообще мен полиция ұстап алады. Бірақ мен ақшам бар. Міне үй таптым. Қандай үй алсам екен қымбатырақ? Осыны алайыншы. Алақай. Енді менде зәулім үйлер бар. Ата-анам мені тастағанына өкінетін болады. Бірақ ата-анамның ақшасы емес па? Ақшаларын тастағанына өкінетін шығар. Мен емес. Жарайды, алақай, енді мен үйіме барып төсегіне жатып көрейін. Комнаталарды аралайын. Алақай.
Мынау детский комната екен. Менде бірақ детский балалар жоқ, өзім ғана тұрам. Ура! Киім ауыстырып алайыншы бірінші. Сасып кетті қой. О, міне әдемі киім. Осы маған ұнайды. Менде ақша көп, мен баймын. Зәулім жетістіктерге енді ғана жеттім ғой. Достар, сіздерге көп-көп рахмет. Мені көргендеріңізге осы видеоға лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Және де сіздерге сау бол айтамын, сау болыңыздар.